Сәлем достар, бүгін біз пайдалы салат дайындаймыз. Жасап көріңіздер. Дәмді пайдалы салат. Ең алдымен тауық етін турап тісімізге саламыз, үстіне капустамызды саламыз, туралған помидорымызды ұзынша қылып турап капустамыздың үстіне саламыз. Төрт-бұрышты қылып турасаңыздар да болады помидорды. Қиярымызды тураймыз. Қиярымызды төрт-бұрышты қылып турадым мен. Ұзынша қылып турауға да болады. Қиярымызды саламыз ыдысымызға. Қиярымызды осылай төрт-бұрышты турап болдық. Енді ыдысымызға барлығын салып, енді қайнатылған 4 штук жұмыртқамызды сыртын ашып, жұмыртқамызды тураймыз. Жұмыртқаны ортасынан теңдей бөліктерге бөліп, ұзынша қылып тураймыз. Осылай барлығын турап аламыз. Жұмыртқамызды турап алдық, осылай барлығын ыдысымызға саламыз. Үстінен керешкемізді саламыз. Қалбырдағы жүгерін қосамыз. 3 ас қасық майонез салып, 1 ас қасық тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Барлығын бір келке қылып араластыру керек. Дәмді осындай пайдалы салатымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Астарың дәмді болсын.